күні кеше Қазақстан Республикасының волейбол федерациясының президенті, Қазақстан Республикасының қаржы министрі Такеев Мади мырзада қабылдауда болдым жұма күні, тура кеше. Сонда көтерген бірақ мәселем, ол Өскемен қаласында волейбол орталығын ашу мәселесі. Ол кісі қолдады, бұйыртса енді осы шаһарымызда, осы жуықта 1-2 жылда волейбол орталығы ашылады. Сіздерге сол жаңалық ретінде бөліскім келіп отыр. Бүгінгі турниріміз енді мынау сіздерге ұстаздарға деген бір сыйымыз деп қабылдаңыздар. Себебі қазақ ұстазды үнемі төрге шығарған, барлығымыз ұстаздан шыққанбыз. Сондықтан бүгінгі жарысымыз бір жақсы бір турнир болсын. Тек қана шын мықты жеңіске жетсін, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.